китапханенің бинасы 16-19 асырларының мемарчылық абидесі сайылмақта. Оның женеби тарафы 16 асырда, эссас иншааты есе 19 асырда құрылды. 1910 сенесіне қадар мұнда мектебе руждие ерлешеді. Бу бина ананеви шарқи үсліпте құрылған. Огде тақта софа виачих галерея. Тесувке бу абиденің тарихы ақында пек аз малюмат топланған. Ләкин бүгін қырым-татар тарихчылар виатиқиятчылар файлишлеріні алып баралар. Яқын вақытта сабық мұсылман мектебі ақта китап дүния юзыны көрежек. 1999 сене бина яныдан тамирленді вешімдікі заманында Исмаил Гаспринский адына қырым-татар китапханесі ерлеше. Само здание сохраняет. Бу бина илк сыфатыны сақламақта. Ичінде кичік дінішмелер япты, қалякин оларның илк сыфатыны дініштірмедік. Бу кемер пенжерелер вейлі ақрем. Иншаатының дүлберлігіні сақламаға тырыштық. Исмаил Гаспринский адына Қырым-татар китапханесінің мудир муавины Лейля Кадырова айтаки, совет дәвірінде бина чешіт тұрмыш қызметлер үшін құланылайды. Ватандашларымыз Қырымға күтлеви авдет олынған сон, иншаатта онға яқын тешкілятлар ерлешеді. Бұндан сон мемарчылық абиде китапханенің құланмасына берілді. Лейля Кадырова ғайырдан тамир етілгенде олған вақа ақында тариф етті. Китапханенің хадимлері диварларының бірінде гүгім таптылар. Мы поняли тогда... Тарихчилер айтқанына көре, бұл гүгім мектепте дауыш құветленуі үшін қолланайды. Біз оны қорчалаймыз, біз үшін емиетлі тапылмадыр. Сонки вақытлары мемарчылық абидесі экскурсия реберлерінің диққатыны желпеті. Тарих иле мерақланған инсанлар үшін китапханенің хадимлері тарихи справка ве башқа мұйым весиқаларыны көстерелер. Предоставляем фотографии. Оларға фоторесімлеріні көстереміз ве көреміз ки енді инсанлар чоқ келелер. Ахмеджетте ерлешкен мемарчылық абиделері арасында біздің китапханемізде уникаль ерні алмақта. Бу бинада бүгінде Қырым-татар халқының мариф фаалиеті девам етірілгені тимсал ташый. Бүгін китапханеде китап байлығыны сақламақ ве оқуйчыларға қызмет көстермек үшін керекли шарайетлер яратылған. Айша Шулакова, Аким Бекиров, Миллет үшін.